Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Бүгін мен сіздермен холдинг туралы маңызды жаңалықтармен бөлісемін. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Әлихан Смайылов Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингінің жаңа басқарма төрағасын таныстырды. Басқарма төрағасы Нұрлан Байбазаров болды. Сондай-ақ премьер-министр холдинг бәсекеге қабілетті бизнесті дамыту, азаматтарды қолжетімді баспанамен қамтамасыз ету және республиканың азық-түлік қауіпсіздігін нығайту жөніндегі жұмысты жандандыруы тиіс екенін атап өтті. Соңында премьер-министр холдинг ұжымына қойылған барлық міндеттерді шешуде табысты жұмыс тіледі. Үкімет отырысында Бәйтерек холдингі басқарма төрағасының бірінші орынбасары Нұрболат Айдапкелов өңдеу өнеркәсібі бойынша жобаларды мемлекеттік қолдау қалай жүзеге асырылып жатқанын айтты. 2023 жылдың 8 айының қорытындысы бойынша 34 жоба қаржыландырылды. Бұл жобалар экономиканың әртүрлі салаларын, соның ішінде машина жасау, құрылыс, химия, тамақ және ауыл шаруашылық салаларын қамтиды. Бәйтерек холдингінің басқарушы директоры Нияз Көшкімбаев пен Аграрлық несие корпорациясының басшысы Алмат Әшірбеков Алматы қаласы мен Алматы облысына жұмыс сапарымен барды. Сапар аясында делегация 2 күн ішінде филиалдың қызметімен танысып, 10 нысанда болды. Олардың ішінде бордақылау алаңдары, ет өңдеу, соя майын өндіру кәсіпорындары, жылыжай кешендері, жеміс бақтары және басқа да нысандар бар. Фермерлер сұрақтар қойып, өз ұсыныстарын білдіре алды. Маңыздылығы кем емес жаңалықтардың тағы бірі 12-13 қазанда Digital Bridge халықаралық IT форумы өтеді. Негізгі тақырып қазіргі әлемдегі жасанды интеллекттің рөлі. Бұл форумға Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев, әлемдік компаниялардың көшбасшылары, IT әлемінің сарапшылары және венчурлік инвесторлар қатысады. Сіздер сондай-ақ стендтегі холдингтің виртуалды жүргізушілері болып табылатын менімен және менің әріптесім Амалиямен байланып, өз сұрақтарыңызды қоя аласыздар. Әлеуметтік медиа беттерінен хабардар күтіңіздер. Digital Bridge'де кездескенше.